Ассалаумағалейкум, қымбатты телекөрермендер. Саннұр телеарнасында аңызға бергісіз әңгімелер атты бағдарлама. Құрметті көрермендер, өздеріңіз білетіндей, алдыңғы бағдарламамызда киелі жер деп атап бағдарламамызды өздеріңізге ұсынған болатынбыз. Онда біз Асық Ата мен Шорамолда жайында әңгіме өрбіткен болатын едік. Ал енді бүгін біз әңгіменің әлқиссасы басталған осы бір тұсқа қайта оралдық. Өйткені өздеріңізге белгілі болғандай, бағдарламамыздың соңында осы ауданға Ақесекті әулие болып аталып кеткен Иманқұл Кәлфе жайында сөз қозғаймыз деген болатынбыз. Алдымен осы ата-бабаларымызды асып өте алмадық. Осы қорымдардағы тағы да бізге белгісіз болған алдыңғы бағдарламамызда айтылмаған дүниелермен бөліссек деген едік. Бізбен бірге болыңыздар. Әулие бақыл емес, бақыл әулие емес. Күні бүгінге дейін ел Алладан тілеп осы бір қорымға келіп ниеттерін айтысып, ауру сырқауларынан жазылып жатқан жайы бар екен. Асық Ата және Шорамолда әулиелер жатқан бұл қорым бүгінде қос әулиенің есімімен аталады. Жұрт бір кездері бұл алқапты Көктөбе деп атаған екен. Малға жайлы шөбі майса жер болған көрінеді. Содан осында Шорамолда атамыз отбасымен сонау Жаушықұм деген жерден көшіп келіп, 6 қойы 600-ге жеткен дейді. Сонымен Шорамолда әулиенің өмір тарихын бүгінде көпшілік әрқилы дөңгелетіп отыр. Бірақ айтылар ой әр басқа болғанмен елге жеткізілер мағына бір. Шорамолда әулие түбінде тегін кісі болмағаны белгілі дейді жұртшылық. Ya Allah canha, o köpçüklerin vatandaşı kabul olsunlar, Asıq Ata әулие rıza olsun. Бұл 1830 жылдары, 1840 жылдары, 18 ғасыр деп жазып қойған мына 18 сол уақыттарда Шорамол деген бабамыз өткен. Бұл кісі Бөгенбайұлы Елба Қойбақтан шыққан, байлар жандардан шыққан. Бұл кісі өшерге бірінші көмілген екен. Сол Шорамолда атамыздың өшерде құдығы болған екен, мынау талдың қасында. Ол құдықтар көміліп кеткен. Осы дөңде отырған екен ол кісі. Ол кісінің енді қасиеттері айтқан ақырғы сөздерін айтылған сөздерінде мынау өзінде үлкен аталарымыздан айтылған сөздер айтқан екен. Мен өшерде қаламын, бір ауыл болам деген екен. Адам қарамат демесін, 4 түлік малыңа себім тиер деген екен. Ал пәнде басыма келсе, пәндеге Құдайдан сұрап, денсаулық, перзент болса перзент, сұрап батағыларым деген. Өлердің алды айтқан сөзі бұл кісінің көрдіңіз бе міне? Мына тегі кісі емес бұл кісі әулие кісі. Ең бірінші Шорамол атамызды үшіге қойылған. Ол кісінің осы дөңде үшіде мал баққан екен ол кісінің әкелері. Бұл жерде бұрын Мырзашөлдің даласы бұндай қала болмаған, Жетісайың болмаған, Жетісайың сай қала, Шадараң май қала дегендей болмаған. Осы жерде отырған ол кісі. Ең бірінші Шорамол атамызды үшіге көмген екен. Енді точно қай уақытыға білмеймін, 1830 жыл ма, 40-50 жылдан ма, сол 18 ғасырда көмілген бұл кісі. Сол шама ғой, енді точно айтамайым жаңағы. Енді сөйтіп көмілгеннен кейін бұл кісі елеусіз жата береді осы жерде. Бұл кісінің ондай қасиеттерін ешкім білмейді. Кеше қиындықта көп болды ғой енді. Ал енді сол 1906 жылы Иманқұл деген Кәлфе кісі туылып, ол кісі сол 4-5 жасында осында әулиеге көп баратын болған, қашып кете беретін болған. Ол кісіні жаңа айтып кетті. Ол кісі сондай жаңа делебе ауру деп сондай болған. Ауылдың ақсақалдар ақырында Молдакім деген ешан болған. О, Бұқарада оқыған Қызылжар деген медресені бітірген, алтын мөрді аған сүйерден, сол кісінің қолына осы болған бір адам беріңіз деп сұраған. Сол кісінің қолында өскен Иманқұл Кәлфе. Ол туралы мына кітапта жазылған, оны кейін оқи бересіңдер. Ал енді Иманқұл деген Кәлфе мынау Қарақай дейді ме еді. Қарақай деген мынау Қарақайский массив дейді екен бұйырдың бәрін. Бұл төңіректің бәрі Россияның картасында бар екен, Қарақайский массив деген. Мырзашөлдің даласы бұл жердің барлығы. Мына Қарақайдан ешекпен, ағашекпен шығып, мынау Айдаркөл дейді, дариямызды жағалап, Парыштың тауы деп келеді екен, Шыңғорғанға қарай. Сөйтіп ешекпен жүріп жүрсе, Қарақайдан шыққан кезде, дәл осы кезде ешегі жүрмей қалады екен. Бұл не керемет, бұл ешек жүрмей қалады. Ешектен түсіп, Құран оқыса, қайтып жүріп кете береді. Осындай нәрсе қайтылана береді. Бір емес, 7 мәрте қайтыланады. Содан кейін бір күні 7-ші мәртесінде осы Шорамол атамыз, енді ол кісі сондай жаңа кеше бұны тапқан уақыты 1906 жыл туылатын болса, 8-9 оқысы қолында өссе, 1929-30 жылдары
ешегі жаңағыдай жүрмей қалғаннан кейін тоқтап құранға отырса, бұл кісі кәдімгі ол кісі көрді екен. Ей, бала, мен Шоромолды деген бәндамын, Бөгенбайдың ұлы. Осы төңде көп жыл мал бақтық. Үшіде қалдым, менің қасиетімді ешкім білмейді. Сен кәлпе болсаң, соны елге айтсайшы. Менің қасиеттерім, осындай қасиеттерім бар. Үшіде қалдым. Адам қарамаған мен төртік малға себім тиеді деп, Иманқұл деген кәлпе Шоромолды атаның қасиетін сол кісіге айтады. Бұл кісі кәдімгідей қара шапан, қара сақалды, ұзын бойлы, ар кісі болған. Осы көріп айтады. Осындай сен бейсенбі күні менің басыма келіп, Аллаға жалып, Алланың зікірін айтып тұр. Мен саған хабарлап тұрам дейді екен. Иманқұл кәлпеде көріп келді қасиет болған. Алланың ісмағлықтарының қасиет аттарын ұстап алған ол кісі. Періштелері болған. Ол кісі сол арқылы мына Шоромолды ол қалаған әулиемен сөйлесе береді болған Иманқұл кәлпе. Шоромолдымен сөйлеседі, Ұзын атамен барып сөйлеседі, Асық атамен барып сөйлеседі. Пақтарал ауданында 27 әулиенің барып сөйлесе берген. Ноғай әулие, Сағындық әулие, Шәрбат әулие, Қарақырана, Қарақожа, Ғаниқожа, Сапар әулие, Сардаба. Осында 27 әулиеге бар адамдар сөйлесіп отырады екен. Енді ол кісінің қасиеттері көп болған, ол кісілердің сондай данилары бізге Иманқұл деген кәлпе еткізген ғой, көрдіңіз ба? Со атам бір күні естекпен ол кезде Шадыра совхозын Майлықара деп аталатын еді. Со Майлықараға кетіп батқан кезде бір каналдың жағасында бір отты көреді. Дереу естектен түсе салып барады жаңағы жерге. Соны айтатын еді әкеміз. От екі түрлі болып жанады. Біреуі ақ шырақ болады, біреуі қызыл шырақ болады дейтін еді. Ақ шырақ деген сөз пеш болып кеткен кісінің екен, әулие кісілерге. Қызыл шырақ ол жақсы емес екен. Естектен түсе салып жаңа жерде атам сөйлеседі ғой. Сонда ол кісі айтқан, мен Шора деген кісімін. Өстіп аяқ асты болып жатырмын. Малды төт үстімден. Сен қолға ал, сен қолға алатын адам бірісің сен. Сен қолға алғын дейді. Мақұл дейді. Әкеміз сөйді төңкешкін белгілеп Шадыра өтіп кетеді. Онда біз Ставан совхозында отырамыз. Сөйірде бараттағыны өздерің сияқты ол кезде адамдар анамнау демейді, ұйымшыл халық қой көзде. Не бір жақсылар бар ғой. Сомен ұйымдасып, осыма жертөлі бар. Әзіргі жертөлі. Сон әкеміз саған 56 жылы. Сон бір машина алып, жертөлені бітіреді. Бір жағын зікірхана қылады, бір жағын асхана қылып, екі бөлме үй салады. Әлі тұрғай, бірақ бөлмесі қалған. Ескірттің ғой, онда 60 жыл болды. Сөйтіп, шешем бешера анам мынау шөміш керек жарақтың бәрін береді. Сөйтіп, сонан бастап Шоромолда қасиеті халық көре береді. Халықтар келе береді. Жақсылық көреді, зиянатқа келеді. Сөйтіп жүрген кезде, мына Базарбай шырақшы болады бір күні. Базарбай шырақшы қылады. Жоқ шүкір, Базарбай жақсы қолға алып жатыр. Атамның шарапатымен құдық қазды. Бұрын құдық Шоромолда су болмайтын еді. Су тапшылығы болып, соны атам бір күн Базарбайға аян береді. Балам, торалғы деген шөп ағаш бар. Сол торағының түбінен құдық қазыңдар. Су шығады деген ғой. Сонымен ол кезде Амангелдіде бір құдық қазатын кісілер бар, соны алып келіп құдық қаздырады. Сонда енді шаршадық анамна дейді, соны атам аян береді. Тағы бір екі не қазыңдар? Су шығады дейді. Сонымен әзір атамның атын қойған Иманқұл құдығы деп жазып қойды әзір. Пайдаланып жатыр. Оны емдік қасиетке алып жатыр адамдар. Сыр өзені осы елдің, осы аумақтың тіршілік көзі болған. Жанында тоғайы бар. Мына оңтүстігінде Мырзаның шөлі бар. Елдің, халықтың, елге халыққа жайлы мекен болған. Осы сырдың бойында бірнеше киелі мекендер бар. Мынау тарихтан белгілі 17 ғасырдан аяғынан бастап Араб халифатының үстемдігі басым болды дүниеде. Араб халифаты бірнеше мемлекеттерді ислам мемлекетіне айналдыру мақсатында
ислам дінін ендіріп, ислам дінін мойындатты. Міне сол миссиямен орталық Азия елінде ислам дінін ендіру үшін, мұсылмандықты мойындату үшін үлкен пайғамбар әулетінің миссиясы орталық Азияға келген еді. Кутайба, Садр Вахас деген үлкен қолбасшылар болып, сыр бойындағы елдерді, алғашқыда Самарқанд, Бұхара, осы маңдағы елдердің барлығын мұсылман дінін ендіруге атсалысқан еді. Мен солардың өкілдері болып Зеңгі баба, мына Ташкент облысындағы қазір, Асық ата, Исмаил ата, Исақ ата, Ұзын ата, Мүлкіл ата, Нұр ата, тағы басқа аталарымыз осы өңірдегі халықты, елді мұсылман дінін енгізу үшін, уағыздау үшін көп еңбек етті. Бізге енді ең жақын, біздің елімізге жақын орналасқаны осы әулиелердің Асық ата еді. Асық ата әулиесі мен жас кезімде күмбезін көргенмін. Мына Көгүйрім тоғайының жанындағы үлкен қорымның басында орнатылған зәулім ғимарат еді. Әрине бұл ғимараттардың барлығын қазір бізге белгілі болғандай Ходжа Ахмет Ясауи, Арыстан бабамыз, оны кейінгі жаңағы Зеңгі ата, осы жаңағы аталардың басына бәрінде күмбезді Әмір Темір 14-15 ғасырда орнатқан екен. Әмір Темір өзі мұсылман дінін ендірушінің, қолдаушының, патшалардың ең біріншісі деп айтуға болады. Міне сол Асық ата өңірінен Асық ата бабамыздың ислам дінін уағыздауына жалғастырушы осы Шорамолда атамыз. Шорамолда атамыз туралы мен 1997 жылы бірқатар зерттеулер жүргіздім. Мынау Көккөз ұрпағы деген кітапты шығарудың алдында осы жерге келіп, Сапар Бейсенов деген кісімен екеуміз осы жердің тұрақты тұрғыны, мынау дін уағыздаушы ақсақалымыз Кемал Мырзахановпен, онан кейін осында Шорамолда мазарының зияратының басындағы шырақшысы Ноғай ақсақалмен сұхбаттасып, аңыз әңгімелерді адамдардан адамдарға жеткен, әрине жазу жоқ, бір адамнан бір адамға ауыз екі жетіп тұрған біраз мағлұматтар жинаған едік. Соның бір-екеуін айтып кетейін мен енді. Шорамолда бабамыз 18 ғасырда өмір сүрген, осы сыр бойында жасаған, бірақ Самарқанд, Бұхарамен тікелей байланысы болған, өзінің ұстаздары болған, ишандары болған. Бізге келген дерек Ноғай ақсақалдың айтуы бойынша Шорамолда ақсақал Бұхарадағы Көкелташ медресесін бітірген. Ол Көкелташ медресесін бітірген тағы да басқа кісілерді біз жақсы білеміз. Ізмағамбет Тұрмағамбетов деген шахнаманы аударған үлкен ғалым кісі, соны бітірген. Мына Садриддин Айнин деген өзбек жазушысы Бұхарада Көкелташты бітірген. Сол кісілермен қатар ерте кеш ол кісіде Көкелташ медресесін бітірген деген дерек бар. Мені сол дін уағыздаушы болып жүріп, ол кісінің үлкен қасиеті алдағы болатын оқиғаны болжау қасиеті болған. Не болады? Қазақша айтқанда көріп келді. Емшілік қасиеті болған. Жүйке аурулары болсын, психикалық аурулар болсын. Ол кісі емдеп, шипа беріп, қатарға кіргізіп жүрген. Малды емдеуде, жанды емдеуде үлкен бір қасиеттері болған, ерекше сол қасиеттерін пайдаланып елге көп қызмет жасаған. Бір күндері өзінің өсиеті болған. Мынау Шақабай құдық пен Алшынбай құдық, осы екі орта, Шақабай құдық дегеніміздің мақталының аумағында, Алшынбай құдық мына Жылысу округінің, ауыл округінің аумағында, ортасында Алуа құдық болған осы жерде. Сол Алуа болыстың құдығы болған. Осы жерде үлкен Шымтөбе болған. Осы жер
Осы жерде Шорамолда бабамыздың жүретін жолы болған. Самарқанға, Бұхараға осы жер арқылы өтіп жүріп, өзінің әріптестерін айтқан екен. Мен олай-бұлай болып қаза болып кететін болсам, мені осы Шымтөбеге қойыңдар. Шымтөбе үлкен бір қасиетті жерге айналу керек. Қасиетті жер болады. Сол айтқаны өзінің өлімін болжаған болу керек. Бір күні келе жатып атпен осы жерде өзінің қатты сырқаттанып жан тапсырады. Ал енді Алланың құдіреті шығар, соған лайықты Самарқаннан өзінің ұстаздары, ишандары да келіп қалады. Барлығы осы жерде кездесіп, Шорамолда бабамызды арулап, жаназасын шығарып, жаназа намазын оқып, осы жерге жерлеген екен. Ол хижра есебі бойынша 1232 жыл, біздің есеп бойынша 1849 жыл осы жерге Шорамолда бабамыз жерленген. Міне содан бері Шорамолда бабамыз қасиетті жерге айналған. Көпшіліктің, осы аумақтың халқының келетін жері, сыйынатын жері, мүнәжат қылатын жері, Құран оқып, зікір салатын жеріне айналған. Шариғат ағып жатқан бұлақ, бұрынғының сөздері жағалай біткен құрақ. Ел аузынан жеткен өрелі сөздерге зер салар болсақ, Мырзашөл атырабына Ақесекті әулие, халфе атанып кеткен Иманқұл есімді кісі қасиет қонған жан болған көрінеді. Көзін көрген кісілердің айтуынша Иманқұл халфе қабірде жатқан кісілермен және жылан, қарақұрт секілді тіршілік иелерімен сөйлесе алатын болған дейді. Өзінің елден ерек дарынның арқасында аудандағы 27 әулиені ашқан деген деректе ел жадында сақталыпты. Ең қызығы, Иманқұл халфенің есімі екі әулие жайлы сөз қозғалғанда қатар айтылып жататында тегін емес екен. Шорамолда әулиенің түбінде қасиетін елге жеткізген болса, Асық-Ата әулиені сонау Шардарадан мәйітін көшіріп әкелуге септігі тиген. Асық-Ата асылында кім болған, өмір деректері жайында ел не дейді? Асық-Ата деген бабамыз Сайд Ахмет шын аты. 1350 жылдары, 1370 жылдары бұл кісі Мәккелік адам, Сайд әулетінен. Арыстанбап деген әулиенің шөбересі. Әулиенің басына барып жазылып қойған, сөйді Сайд Ахмет, Ұзын Қасан ата, Сәдір Бәдір 4 кісі. Мәккеден 1350-70 жылдар жаяу шығады. Бұхараға келіп оқиды. 4 жыл бересінде оқып, сол кезде Әмір Темір дүниені ұстап тұрған кісі болған, патша, білесіздер оны. Дүниесінің оқу орталығы Бұхарасы деген. Сөйді ілім алып болғаннан кейін бұл 4 кісі Асық-Ата, Сайд Ахмет, Ұзын ата 4 кісі шығып, мынау батыстан былайға шығып, бұл Қазығұрт жағасында, дарияның жағасында сөйге демалады. Сөйді Зәңгатаға келіседі. Оның әңгімесі көп. Асық-Ата философ, Асық-Ата алым, Асық-Ата көріпкел, Асық-Ата осы төңіректегі пайғамбарымыздың арғы дін жалғастырушы кісі болған. Бұл кісі Арсабөйлердің шөбересі. Енді бұл ар жағын айтпай-ақ қояйын. Асық-Ата бабамыз, Сайд Ахмет бабамыз кеше 1353 жылдар, 1400 жылдың арасында 14-ші ғасыр төңірегінде, осы төңіректе мынау дарияның жағасында халыққа дін ислам үйретіп, Алланың бірлігін, пайғамбардың хақтығын айтып жүрген кісі болған бұл кісі. Асық-Ата, Ұзын ата сол жағын білесе, Асық-Ата оң жағын білеген. Зәңгатаның шәкірттері болған. Ал енді осы кісілер енді Асық-Атамыз кеше 1965 жыл Шардараның кезін сағынан кейін алдына тұрған болған Шардар кезінде су берге таситын болған. Сол алдын ала сол әулиелердің өздері үлкен алым кісілерге, Махамбет деген молдағы алым кісі болған, соған белгі берген. Одан кейін Иманқұл деген кәрбек соның шырақшысы болған, соған белгі берген. Мен суда қалатын болдым. Мен апшатындар бар ма екен деп. Асық-Атаның дарияның жағасында үлкен күмбезі болған, сөйді үлкен жайы болған. Дарияның 1 май партиясының төңірегінде. Сол 67-66-ның ақыры, 67-ның басында бұл кісінің күмбезі су шайып кетеді. Сөйден қазып әкелу керек болады. Сол кезде қиын уақыт, тарқан уақыттар, әркімнің ақшасы жоқ. Үшінде Әбіт деген кісі жаңағы айтқан управляющий болған шығар, Арабковтың бастығы болған, оның қарамағында өзінің мәшесі болған, өкіметтің мәшесі. Сол өкіметтің мәшесі менің 8-9 қызым бар. Маған ұл керек. Махамбет аға, осы кісіге мен жәрдем берейін деп, өз ылтымаспен мәшемді берейін, балданды алып берейін. Соғын қасты қазып әкелейік деп, соғыс ұйымдастырғыш болған Әбіт деген молда. Әбіт деген молда жайы өшуде жатыр. Махамбет мол дегенде бас жағында жатыр. Асық-Ата бабамызда қасымызда тұр. Өшерге біздер сөрге түсіп жылдар. Енді ал айтайын десе Әбіт деген молда осыған қатысып, сол күніге жаңағы су шайып үлкен күмбезді су шайып кеткен, бірақ қайызға білмейді.
Махамбет деген молдамыз осы жерге барып отырып балдарымен неден қаздыңдар күмбез өшеде болған деп көп жерде шаңырақ қазып тастайды, бірақ табылмайды. Үстіп 7 күн бар адам. 7-ші күн барған кезде, ай Құдай бүгін қаласы бүгін әкетуіміз керек, бүгін жұма күн ғой. Жұма күні бастап жұма күні алып кетуіміз керек енді. Неге таба алмаймыз деп Құдайдан тағы сол Ясин деген сүрені оқып, Аллаға жалынып отырады. Сол 7-ші күні Иманқұл деген кәрбе кісі бұрын Асығатаның шырақшысы болған, соғыстың басына барып өзі соғыспен сөйлесіп, көріпкелдік қасиеттермен сөйлесіп жүрген кісі болған. Шоромолдында тау Иманқұл деген кәрбе болған, бұл сондай қасиет дарыған кісі болған. Бұл кісі үйінде отырса, ана кісі аян береді. Ей балам, менің басым кеп кетпейші, менің басымда 7 күннен берді, молдаларың қалып таппай жатыр мені, кеп айтып кет дейді. Сол ағаш жегі мініп алып, Иманқұл кәрбе Амангелді Сапқоздан жаяу ешекке мініп алып тұсынан партсезге барады. Кеметі жағасына барады. Барса, баяғы Махамбет молдамыз күнге сүйегі көрпе салып отырады екен. Сүйегі бар өзі отырады екен де балдары неден табады. Таппайды, еш таппайды. 7 күн әуре болады. Сонда Иманқұл кәрбе ешекпен маяқтан барып, ей Махамбет молда, кімсің? Алғидың алым молдасың. 7 күн басып отырсың ғой бабаның үстін. Тұр орында екен. Көрі аға жерде астан шыққан екен бабаның сүйегі. Соғыстың сүйегін алып келеді. Әбіт деген кісіге жаңағы 9 қызы бар, 8 қызы бар. Бала керек, перге Құдайдан сұраған. Осы сүйегі мен үйге барып бір түнетейін дейді. Құдайдан сұрап, жаңағы көпшіліктен сұрап, мақұл деп келісім беріп, оқысы өгізін сойып, көпті шақырып, алғайларды шақырып, ас береді үйінде. Ей Алла Оспан деген Құдай перзент бер деп. Сол күні ас берген күні Иманқұл кәрбе үйінде тағы да оқысы аян береді. Ана кісінің баспармағы хат етті. Тастап кетті баспармадан, ана Асығата бабамыз Иманқұл кәрбе аян береді. Ертесінде ешекпен келіп, ей балдар жақсысыңдар, Құдай қаласа әбітке Құдай бір дәу қошқада ұл береді екен. Бірақ бабаның баспармаға хат етті, соны әкеңдер барып қайтты жұмсап, қазір баспармаға әкеп қосқан екен міне. Сол кісінің жайы кеше 1967 жыл осының ішіндегі жай соған салынған ескі жайы. Ал кешегі мына сыртындағы сарғышпен қапталған жер 2004 жылы бұрымыз қайттан қаптағанбыз. Төбесіне күмбез қойғанбыз Алла. Асыл деген кісі жаңа айттым Сәйд Ахмет шын аты. Кеше 13-ші ғасыр, 14-ші ғасырда жүрген кісі болған. Асыл деген шөбересі Алла. Бұл кісінің қасиеттері есепсіз. Бұл кісі осы дарияның ар жақ бер жағына көпір жоқ ол кезде. Қасиетті соншалықты Құран аяттарын оқып, дарияның ортасында жаңағы мал өткізбеді екен, дем сап тұрып Алла. Бұл кісі осы төңіректе жүрген кісі болған. Бұл кісі алдына адам келсе, аумин дегені, су деген екі болмаған екен. Бір кезде бір қыз алдына келіп, баба алдыңа екінші келіп, мына денемде жара кетпеді деген кезде, асатаяғы жерге сүйеніп отыр, жылап отқан кезде, астыға қайып суырып алса, атлап су шыққан екен. Сол суларымыз сарағаш суы ма, мына жыл суын бір Алла береді. Бұл кісінің қадам жай өшер болған, бұяғы Бұқара, бұяғы осынша батыс ұшып жүрген кісі болған бұл кісі. Қасиеттер қойған кісі болған, үлкен әулие кісі болған, Арыстан бабаның басында бар, өзі сөйлесіп сол кісілермен мәслихат уақыты болған. Кеше Әмір Темірдің уақыты бұл кісі оның советнигі болған екен керек болса, советнигі, мәслихатшысы. Әмір Темірдің өзі осы жерден ақыл сот уақыттар болған екен енді. Зәңгатаның оң қолы болған, Зәңгат деген қарамалдың пірі болған. Ол кісі де жаңағы қайерде болмасын Қоқан ханына Самарқанды шақырса, Зәңгатаны шақыр келіп, мына балдарға демсеп кетіп шақырса, Асығата бірге еріп барады екен. Ата бабамыз шай ішеді дегенше баба Асығаның өзі аумин деп батақ береді екен. Асығада сондай кереметтері көп болған, Зәңгатаның оң қолы болған. Ұзын атамызды медресеге мұғалім қылып қойып, сен медресеге мешіттегі сабақ беріп барам, Асығата оң қолым болады, оң жағымды өттіп, дарияның оң жағында деген арғы бет екен. Арғы бетте жүріп көп деген тіл терістеп, халық емес сен кісі болған. Бұл шығар Сәйд Ахмет, ар жағын бір Алла біледі, Алла мен батарды бердім, қабыл болсын, Аллаху акбар. Енді бұл Асығата туралы айтатын болсам, мен өзім сол осы мәселені менің әкем көтерген кезде жасым бар жағы 7 жаста екенмін. Әкем сол кезде өңкей қызметте жүрді. Мына Өзбекстанның 40 жылдығы деген совхоз бар, ол Өзбекстан кезінде ашылған, бірақ біз сол 10-ды бітірген кезімізде ол Қазақстанға қайтып өтті да, біз Қазақстанда мектеп бітірдік. Сол кезде сол әкемнің сол 40 жылдықтың 4-ші бөлімшесінде управляющий болып істеп жүргенінде екі үйіміз қарсы отырдық, қарама-қарсы. Жолдың мына бетінде Махамбет молда атаның үйі болды, мына бетінде біз болдық. Сонда бір күндері әкемнің түсіне аян беріпті. Осындай балам, мен суда қалып жатырмын деп. Содан кейін сол кезде атаға да алдынарақ түсіне енген екен. Бірақ ол кісі жаңа мынау қызметте кісі қалай қарайды, қалай түсінеді деп айта алмай жүрген екен. Содан кейін өзінің түсіне аян берген екен. Әкем барып молда кісіге айтыпты, осындай жәке деп. Ойбай жаным, мен саған соны айта алмай жүрген едім. Онда
жаңағы балдардың басын жина, көлік жина. Сол Астық ата бабамыз суда қалды дегенді мен де жаңа түсіме аян беріп естіп жатырмын. Сол кісінің басына барайық деп барыпты. Сөйтіп сонда ана кітапта да жазылған, жаңағы молда кісі барып 11 сағат тоқтаусыз Құран оқып отырған екен. Соны таба алмай отырған кезінде жаңа Иманқұл Қаліпе аян берген ба, айтып келген ба қасына. Сол жер сәл түсініксіздеу маған, осы сен қай жерде отырсаң, сенің астыңда Асық ата баба жатыр депті. Сөйтіп жаңағы адамдар бәрі белсеніп жаңағы жерді қазып, атаның бабаның сүйегін сөйден тауып алған екен. Енді ұзын бойлы кісі болса керек, жақ сүйегінің өзі 2,5-3 қарыстай, бойы өте сүйек ұзын. Сол сүйектің бәрін жинап әкеп, ол кезде әкем менің қызметте, енді үйде сәл ішкіліктер болады, қонақ болады. Қой бұл кісінің сүйегін мен қорламайын деп, жаңағы Махамбет молда атаның үйіне апарып, түнетіп, бірақ барлық жаңағы мал сойып, елді жинап, сондағы осы 3 аудан ғой кезде бөлек, сол ауданның адамдарын жинап, бабаның сүйегін атаның үйіне түнетіп, содан кейін барып жаңағы Шорамолда дейтін едік бұрын. Енді кейін Асық ата бабамыз қойылған екен, Асық ата деді ғой. Енді ол кезде барлық киелі аталардың бәрі сол жерге апарып қойған екен. Сөйтіп кейін басына күмбез орнатқан, ол кісі қайтыс болғаннан кейін, ол кісіні сөрге апарып қойған екен, бар үлкен аталар, молдалар, барлығы сол кісінің қасынан әйтеуір жай алсақ деп үміттенген. Сонда менің әкем сол кісіні әкеп қойғаннан кейін 12 жылдан кейін қайтыс болғанда, сол кісінің оң қанатында, шығыс жағында деп кітапта жазылған, сол өзінің оң қанатынан жайқалған екен. Сонда енді ол да мен ойлаймын, құдіретті күштің арқасында ғой, емесе ол жай, ол кезде папам жас кезде, ол қашан ол жерге қойылады деп ешкім ойламаған. Алланың, атаның, бабаның несіменен, құдіретіменен сол жерге менің әкеме орын қалған екен. Қазір сол кісінің жанында, оң қанатында жатыр. Қалпе атамыз болса, жаңағы Иманқұл Қалпе атамыз мына батыс жағында оң қанатында жатыр. Сөйтіп сол жерге әкеп қойған екен. Ондағы менің әкемнің бар мақсаты, біз 5 қыз едік та, ұл перзент жоқ. Сол перзент болса деп Алладан тілеген екен. Содан кейін барып, 3 жылдан кейін осы інім дүниеге келген. Оның аты Әмзе, қазір мен 50-ден асты, Құдайға шүкір. Енді мен әкемнің істеген қызметін айтып жеткізе алмаймын. Себебі ол кісі сол кезде 41 жасындағы кісі екен. Соншалықты елге еткен еңбегінің арқасы болу керек. Мен ешқандай ол әкеміздің атын сол біздің ауылға беріңіз деп ешкімге де бармағанмын. Ешкімге мен ешқандай сұраныс жасамағанмын. Бірақ ел істеген еңбегін елеп, әкеме сол ауылдың атын берген. Қазір мынау Қырғыздықтың орталығы каналдың бергі беті болса, каналдың арғы беті менің әкемнің атымен аталады. Әбіт ата ауылы. Техника ғарыштап, ғылымның жанданып, дәйекті дүниелерге ғана сенетін заманда айтылып отырған дүниелер бізбен сізге жат болып, құлағымызға ауыр тиіп тұрғанда жасырын емес. Десе де тағдыр шіркін әсте бір сәт баршамызды таңғалдырмай тұрған ба? Кереметті қараңызшы. Шорамолда мен өзінен бір ғасырдан жуық кейін көз жұмған Итбан ата. Дұрысын айтқанда, Нұрмұхаммед Шырақшының бір күмбездің астын паналап жатуы. Асық ата өле мен Иманқұл халфенің бейіттерінің бір жерде тоғысып отырғаны кездейсоқ жағдай ма, әлде тағдыр ма? Сіз оны айтасыз. Асық атаның сүйегін алып келуге ат салысқан Әбіт ақсақал мен Махамбет молданың түсіне аян беруі, мұның баршасы расында тылсым күштің бар екенінің дәлелі болу мүмкін бе? Көзінің тірісінде о дүниелік кісілермен сөйлесетін қасиеті болған дейтін Иманқұл халфенің өмір дерегі не айтады? Ол кісінің бүгінде көзін көрген шәкірттері мен қыздары ата асылында қандай адам болғанын баршасын өз ауыздарымен баяндап берді. Бұл Иманқұл Қалпе әрі өкіл әкем болды, әрі ұстазым. 86-тан бері соның несін жолында жүрмін. Бұл кісінің әулиелігі Молдақым Дамыланың өкіл баласы болған. Молдақым Дамыла өзі бұғышы кісі, оны Ешан баба дейміз. Сол кісіге бұл өкіл бала болған. Әкесінен 6 айлығында қалған, жетім қалған. Сонан кейін бұны елде қалып, ол кезде көшпеншілік болған. Көшпеншілік кезде жаңа жесір әйел жұртта қап кетеді. Сонан кейін
Anasının ağası var eken, Baybatçalau soğan ketedi. Үй жайын тастап бәрін. Бір жерлерге келген кезде жүрегі әлі келмей, бір жұртта ошақ бар екен. Ошақтың ішіне бұзылмаған екен, соның бетін жауып, баланы сүйерге тастап, ар жағына жайы өзі кетеді ағасы дейді. Барса, ағасы онша не бермейді, ыңғай бермейді. Әйелі тумаған әйел екен. Әй пәленше, ана тәшеңкіңді қостыр, баланы алдыр. Ана істеп атқан ауқатымызға бір кесе су құйсақ, бұларға да жетеді деген екен. Сонан мақыл деп соның сөзіне еріп, тәшеңкісін қосып жіберсе, баяғы бала ошақтың ішінде жатады, жыламайды, көкірегінде ақ жылан жатқан екен, 6 айлық баланың. Содан бұлар барға су сеп, түс көте берген екен, я жыламаған, қарны ашпаған, сол бойы жатқан ойнап. Содан келіп, тағасының үйінде жүре береді. Тағасының үйінде жүрген кезде, 6 жасқа келген кезде шешесі қайтыс болады Иманқұлатаның. Содан баяғы айтпақстай, баяғы жеңгесі тумаған, ақыры сен жассың ғой, осы баланы бізге маған бала қып бер. Басқа біреуге шықсаң тағы бала болар, Алла жол берсе деп. Мақыл деп, ләж амал жоқ, ләж мақыл деп жаңа жеңгесіне береді. Сонан шешесі 6 жасына келгенде қайтыс болғасын тәрежесін болды енді. Әкесі де қайтыс болды, шешесі де сосын тағасының қолында өседі. 9 жасына келген кезде бала ауырады Иманқұлата. Кәдім құры сүлдесі қалады. Содан ары бері қарап көреді, болмайды. Сонан кейін Иманқұлатаның әкесінің ағасы бар екен. Ой, мына тағасының үйінде өліп қалып демесін деп баяғы тағасы атасының үйіне келеді. Құры сүлдесі жатқан баланы не қылады? Сосын қой мұны Молдақымдамылаға апарайық деп, темір әзімде Молдақымдамылаға алып кетеді, үйіне кіргізбей. Содан бір уақытта Молдақымдамылаға апарғаннан кейін Молдақымдамыла о кезде ешкімнің алдынан шығып күтпейтін екен. Бұлар барған кезде алдынан шығып күтіп, осы баланы маған бала қып беріңдер дейді екен. Содан сол бала қып бер деп, мақыл деп, бердік деп, боз бие сойсаң, боз бие сояйын, қошқар сойсаң, қошқар сояйын деп мақыл дегеннен кейін баяғыларды күтіп, ары есігінің алдында бір там болады. Соған апарып жатқызған екен. Содан аналарға малын сойып, жаңағы тағасы мұнан атасын күтіп, баяғы шапан шаттығын беріп, бала меніңке енді өкіл балам болды деп шығарып салады Молдақымдамыла. Содан шығарып салған кезде жаңағы атасын демей кете береді, тағасы жалтақ артына қараған. Көңілі не болып баратыр ғой деп баяғы көр баланы деген екен. Баяғы сүлдесі не қылған бала ойнап тамақ ішіп отқан екен. Молдақымдамыла алдына да бармаған. Бір тамға апарып тастаған енді ол кісінің қасиеті. Содан Молдақымдамыланың үйінде жүре береді. Баяғы есінен шығып кетеді. Молдақымдамыла үйінде қой бар екен. Иманқұлатаға қойын бақтырып қояды. Есігінің алдында мазарат бар екен, сол мазараттан айдап өтеді екен. Bir gün Allah'ın emriyle mazarat oyulup içine düşüp gitti İmanqulata. Onun içinde kança tatkan özümde bilmeyim dedi. Günüge bir kadam yakındaydı eken 9. günü mazarattın içine düşürdü günü ölgen kişiler. Sabah söyürdü ağam bu kişi mazaratta yatıp. Sodan keyin bu kişinin bir kasiyet söyürdü, bärini üretken. Жыланның да тілін білет, аттың да, şu бар жәндіктің тілін білет. Сиырдың да, қан тулап, бой бермей тұрған аттарды сөйлесіп маңлайынан сипаса кәдім жуасып қалатын болған. Қарауырт шаққандарды қарауырттығын да сөйлескен, жыланмен да сөйлескен. Мынау Өзбекстанда алтын кені бар ғой. Соны орыстар келіп тексеремін деген кезде İmanqulata bağırıp, ayda жылан шыққан екен, ортасында дәу жылан, екі жанында екі жылан. Соған сөйлесіп, тексеруге бір несін алып берген екен. Содан жүре береді, жаңағы Молдақымдамыла көріне түскеннен кейін, Молдақымдамылаға айтады, сөйерде бір кісілер, ей, Молдақым,
Pelençe balan pelen mazaratta жатыр koyumda. Bir malыңды soyup çıkarıp al деген eкен. Бірақ осыдан шыққаннан кейін балдарыңның қасына жатқызасың, мал бақтырмайсың. Баяғы уәдеңді ұмыттың ба деген екен. Перзент қылып алдың ғой сен. Жаздым жаңылдым деп бір малын сойып баяғы неге шығарып алады. Содан шыққаннан кейін бұл кісі күн батып қас қарайғаннан кейін бәрі жатқасы мазаратқа кетіп қалады. Солармен сөйлесіп кәдімгідей жүріп тұрып ажанда келіп ажанда тұрады екен дағыны молдақымда мұлаға оқыстен молда болған адам оқыған сізге пәлен адам түлен адам келеді пәлен кеселмен пәлен аятпан оқисың жақсы болып кетеді деп отырады екен. Ана адам келмей жатып келе жатқан адам. Сондай бір қасиетін аяған. Оның бұл кісінің несі кейін барып сол кісіден бата алғаннан кейін жүре бердім. Bir gün özümün әкем қойдықтағыны жеңгем екеуін қатар қойғанбыз. Қайсы жеңгем, қайсы әкем екенін білмедік. Bir gün мына әулиені аштыруға келдік. Сонда bir жерде үш әулие бар екен деді. Жыңғылдата, шеңгелдата, мына осыны Жалтақсайда гараждың қасында үш әулиенің адамы сөйді деді. Басқаның бәрі аяқ асты болып деді. Кім не етіп келетін болса тілегін қабыл етеміз деп жатырмын жерде кісілер деп сөйлесіп ашып берді. Сосын мен айттым, ата дедім, әкемнің басын нағып әбек. Соны белгілеп берсеңіз ашып қайсы екенін. Ай, не аласың шырағым, жаппай жамағатқа бір Құран оқы, сосын әкең атап оқы болды деді. Жоқ, кейін балдарымыз таба алмай қалады, тас қояйық дебек деген мақұл онда деп тұсына апар деді. О, 500 метр бер жанда аспектпен келдік, тұсына тоқтадық. Шайық қайтсе бара бер деді. Мәшіненің есігін ашып сөйлесіп отыр еді. Жауап бермеді. Жоқ, қырау қар бар еді. Нағып еді. Ана шайық тонын жайы жіберді. Соның үстіне отырып сөйлесті. Содан сөйлесіп болып ана өтіп баратыр екен, кейін қайт деді. Өтіп кеттің деді баяғы. 500 метр ол қорған ішінде біз тас жолда тұрмыз. Содан кейін қайт деп еді, кейін қайтты, кейін қайтқаннан кейін болды деді, соны нағым. Қасында арматура жатыр деді, бержан қасын тұрым ғой мен. Соны белгілеп қой деді, кейін жаңылысып қалады тағы деп. Міне анда жеңгесі, міне анда әкесі деді. Бер жақта 500 метр. Сөйтсе анама сөйлесіп нағын кезде басына шығып тұрады екен ғой. Содан біледі екен. Әні қасиеті. Мені әкеп бата беретін кезде үйге кеп жатты. Жатқан кезде жаңа кісілерменен сөйлесіп, әй, қолдасаңдар бата берейін, қолдамасаңдар мені әбірғмаңдар деді. Сөйтіп бар бата берген, үйде жатып, сөйлесіп, одан шүкір, ғайбірен 40 шілтенің жолына деп бата беріп кетті. Мейлі үйіңді ал, мейлі зиянат қыл, 40 күн шілтен бердім деп, шілтен беріп. Содан кейін шүкір жаман емес қой. Мен кеткеннен кейін егелік, толық егелік қысаңда жетеді балам, әз осың жетеді деп бата беріп кетті. Осының қасиеті мынау мынандай демейтін еді. Кәдімгідей өлген кісілермен сөйлесіп, бір үйге баратын болса, соның жет атасынан бері қарап шақырып алып, сөйлесіп, шешіп беретін еді. Bir gün anau Ixlas ataға барып қалдық неде. Соны барғасын мен алып барғам, о кезде жақындап қалған жүре алмайды. Мәшінемен алып бардым, барып өңкей пірадарлар, бұрынғы ескі кемпірлер недер кәлпе деп жабылып қалды. Сосын бір кемпір кісі кәлпау сөйді шалы бар екен, менің шалым жағдайын біліп берсін деді. Қойын аласың. Одан Құранның оқытта отыра бер деді. Содан бір уақыт қоймағасын мақыл деді. Сөйлесіп. Әй, шалыңның дайындаған аманаты бар екен ғой. Нағып істемедің деді. Жоқ, аманатының бәрі істеген, айтқан аманатының бәрін істедім. Нағыған жоқпын деді. Үйіңде бір жетім бала, сағыр бала бар ма еді? Соны қарап, үйлі жайлы қыл деген екен ғой, неғып істемедің деді. Сен жанына шақырып жатыр деді, шалың деді. Сөйтіп еді баяғы жылап еңіріп, ойбай жаздым, жағылдым, дұрыс. Сөйтсе, о бала қырқы шыққаннан кейін ешкім түрткілей бергесін,
кетіп қалған екен. Соны тауып әкелесің деді. Келесі апта деді. Осы сіңліңнің қызы бар екен, Жарымжан. Соны айтып екеуін қос деді. Келесі аптада бір малыңды алып осы жерге некесін қиып берем деді. Оймай деп мені өзімді таңғалдым. Қайтер екен деп ертесіне ертерек барып, атамды алып келейін деп. Әбіттерде барып, ертерек барып көрсек, соны көрем ғой. Барсам, алып келсем, қазан қайнап жатыр әулиеде. Келіп ішіне кірдік. Кірсек баяғы айтқандай, сіңлісіне барып айтса, Жарымжан қызын мақыл деп көндіріп, екеуін қосатын болып, екеуін де әкеп тауып. Бір аптаны. Енді деді екеуінің некесін қиып берейін деді. Келесі аптада өздері келеді деді, денсаулықтары жақсы болып кетеді деді. Сөйтіп сөйерде көпшілік 40 шақты адам ек. Соны ауымен деп некесін қиды. Малын сол жеп болғасын Құран оқып. Ойма мұның ақыры қандай болар екен деп. Өзімен де емшімін, ол кісіден бата алғам. Жаңағыдай кесіп айтқасын бізге де не болады да. Келесі бешем тағы ертерек бар. Бәрі кемет Батарда келді. Батарда кесек баяғы баламанан қыз кәдімгідей өздері жүріп келді ғой. Кейін сорастырып нағып тұрып бала шағалы болып кетті. Сондай қасиеттер көп қой. Әкем Иманқұл Кәлпекісі болған, ол кісінің перзенті болған, 3 ұлы, 5 қызы болған. 3 ұлда екеуі өте ерек болып кеткен, қайтыс болып кеткен. Одан кейін мына 5 қыз әзір барымыз, шүкір Құдайға. Әзір барлығымыз пенсионер дейміз. Барлығымызды әкеміз оқытты, қатарынан кем болмай. Мен үлкен кісі екенмін деген ескіше болған жоқ. Заманның несіне қарай бәріміз институтқа оқытты. Бәріміз мұғалімбіз әзір. Бұл кісі 88 жасында қайтыс болды. 1995 жылы қайтыс болды, 9 декабрь күні. Сон 9 декабрь күні қайтыс болды, 11 күні қойылды. Сол күнді әлі шәкірттері ұмытпай, жылда үйге келіп, қазанын қайнатып, ас беріп, үлкен Құран оқып бағыштап кетеді. Оларға үлкен алғысымды айтамын мен оларға. Ал шешеміз Құлшығаштың қызы еді, мына Ұзынқұдық совхозынан. Ол кісі 78 жасында қайтыс болды. Сонымен жастай 3 ұлы да қайтыс болып кетті. Сон 5 қыз қалдық. Сонымен 1991 жылы қыздардың бәрі кетті, сіңлерім бәрі. Мен қолына бардым, әкешем қолына. Қолына барып, әйтеуір сол есікте 20 жыл болдым. Оны Амангелді совхозы Паршалдан Өзбекстанға жібереді. Сол жерде болып, әкемнің 95 жыл қайтыс болды, 97 жыл шешем қайтыс болды. Қолында барып өзіміз тәрбиеледік, қарадық, күттік, өзіміз жерледік. Сонан сол Өзбекстанның несі болды тағына, ауыспалы кезең болды тағын біз қайтып Қазақстанға көшіп кеттік. Әкешем жерлеп болғасын. Ал әкемнің несін айтатын болсам, ол кісінің енді өте бір бала мінезді. Мен үлкен кісі екенмін деген кісілігі болған жоқ. Балаға да шаға да кәдімгі қамқоршы, ешқандай өрескел мінезі болған жоқ. Сонымен елде жүрді, 80 жыл елде жүрдік әкеміз. Елде жүріп, кәдімгі әулиелермен сөйлесетін, арабшалап сөйлесетін еді. Мысалы, бір мысал келтірейін, осы Шормолдаға арылаймыз, тағы атамның басына барамыз, Шымқорған жақта өзің құл тапсырған пірі бар, Молдакім деген кісі. Соған барамыз, сонда бір күні бардық, онда шешемді әкемді тірі. Күйіп аламыз Сейт дегенге мәшіне әперген, ояқпай шыққанына керек болады деп, әулие арлағанма деп. Сонымен сөйге бардық, сол қай жылдар бол керек, 93 жылдар. Бардық, әулиенің бәрін аралап жүрміз, бәріміз атам атынан ер бағамыз. Атам бейшара әр еген қабірін бастап жылайды, таяғын ұстап, әрнесен айтады, біресе арапша айтады, біресе қазақша айтады. Арапша түсінбейміз ғой біз енді. Сонымен әрден аралап болды. Үлкен ворота бар. Сол воротаға шығып қайтатын болды енді.
сөйтіп қайтатын болып шығып ек, атам қайта алақтай берді артына, бір нәрсе қап батқандай. Сосын жаңағы күйеу бала сұрады, бәріміз сұрады, ата не болды, сізге не айтты, мүмкін болса бізге айтыңыз дедік. Шырағым, балам, бізге маған осы жерге кел деп жатыр келешегі. Әйтеуір бір өлім хақ қой, қасымда бол деп жатыр деді. Сосын күйеу бала да бәріміз айттық, ата, жағдайымыз келсе әкелеміз, сіз оны еш арман қылмаңыз дедік. Сонда әкем бүйтіп айтты ғой, шырағым, заман қандай болып кетеді, өкімет қандай жағдай болып кетеді. Мына қыздарым келем деген оғанда келемей қалама. Мен не алам бөрді, өзім ашқан шорамалды әулеме барайын деді ғой. Ана көрдіңіз, сонда мына заманың бұлай өзгеріп кететінін білген екен ғой сонда. Өзбекстан, Қазақстан мына шекара деген мәселе болып жатыр ғой енді. Сөйтіп айтты, сонымен қайттық қой ауылға. Асық ата мен Шорамолда қорымының шырақшысы Базарбай Қажы Ибрагимов бүгінде Иманқұл ұстазының басына қазіргі Өзбекстан Республикасы Жизақ облысына қарасы Шымқорған жерінде жатқан Молдакім Ишанның басынан тасына келіп қойғанын айтады. Иманқұлды тәрбиелеп, өкіл әкесі әрі ұстазы болған Молдакім жайында ел аузында аңызға бергісіз әңгімелерде баршылық. Асық ата мынау тасын көрдім. Қандай екен бұл? Мынау сыртын бәрі кейін қапталған нәрсе. Мынау бәрі кеше 2004 жаста екен. Ал енді келе беретін болсақ, мынау Молдакім деген Ишан баба. Бұл кісінің жайы Шымқорғанда. Шымқорғанда сүйеді, бұл сүйеді мүрде сүйері көмілген. Бұл кісі мына Иманқұл деген кәлпенің ұстазы болған. Бұл кісі Бұхарада Қызылжар деген медресе бітірген. Сол уақыттарда біздің Бұхарада бүкіл мұсылман мемлекеттерден келген кісілер, татарлар бар, қазағы бар, түркмені бар, тәжігі бар, өзбегі бар. Қанша ұлттан жерге барып оқиды. Соның ішіндегі қазақ келді, түрік келді, түркмен келді, өзбек бәрі келді. Бір алым келді қазақтан, Ишан баба келді деп бұл кісіге сондай атақ берген екен. Бұл кісі сол жердегі жаңағы алтын мөрді алған екен. Алтын мөрді алып, бұл сондай алым атақ алған екен сол жерде, Ишан баба атағаным. Мына кісінің Иманқұлдың ұстазы бұл кісі. Аян бұл кісінің мүрдесі жаңағы айттым, Шымқорғанда балықшы жатыр. Ишан баба үлкен әулие бар сол жерде. Мына тасты біз жаңағы сол Иманқұл деген кәлпе ата айтты бізге. Сен балам соның басында барасың. Барып, мына менің басымнан бір ұстауға алып сөйге қоясың. Саған бір зат беріп жібереді деді. Түсті осылай айтылды. Неме деген маған дедім, мен де бір 3-4 баланы ертіп, басына барып бір қойды сойып, бірген Құранды оқып, осындай түс ауыт, намазгер уақында сол басына барып Құран оқыдық, зиянат істедік, малымызды Құдайға бердік. Сөйген Құран білген Құран оқып, бұл маған не береді деді. Мына кісінің берген топырағын соның басшағына барып қойып қойдым. Осындай қоршауы бар. Сөйтіп қорадан шығып болды, іштеге бермейтін болды ғой бұл кісілер бізге деп, қорадан шығып, дәу қорасы бар, арадан жауып кеткен кезде Құдайдың құдіреті болма, Алланың құдіреті, балам қайт деген сөз естідім мен. Сөйген қайтып, сендер кете беріңдер, мен өзім барам дедім, қайтып басына барып, берген Құранын бәрін оқып отырамын. Мынау қасиет тас екен, Алла деген жазуы бар. Қоршаған, таудың тасын қоршаған. Білген Құранын бәрін оқып отырмын. Көзімді арасында ашып қоям, тағы жан жақта жылан келіп қала ма, бұл кісінің қасиетті өзі егелері бар ол кісілердің. Жылан болып келеді, бүркіт болып келеді егелері бар. Тағы қорқып отырып, көзді ашып қоям, сөйтсем, мына таста Алла деген жазу бар екен. Көрдім да, мына тасты көрдім да, мына таста Құданың құдіретімен Алла деген жазу бар екен ғой, Алла деген жазу бар екен ғой. Бұл тас тегін тас болмады, өзі түйенің бұл тас сияқ тас екен. Құдайдың бұны алып кетейін деп, тастардың арасынан барып, ашып, мына тасты алып әкеп қойдым. Әкеп қойып, өшеге бір қой сойып, көпшіліктен сұрадым. Мына таста не керемет бар дедім. Бұл бір алымның тасы ғой. Бұда қасиет көп тас қой. Бұл кісінің егесі бар адам ғой. Бұл тас тегін Алла деген мөр жазылмайды тасқа деді. Сөйтіп өшеге бір мал сойып, басына Молдакім Ишан баба деп, тасты белгілеп, көпке айтып, Құран оқып, өшеге қойып қойған белгісі мынау енді. Бұл Иманқұл кәлпенің шәкірті ұстазына бас жағына жайсап қой балам, сөйге талегесін деді. Мен басы талегіп қойғанбыз, Құдай қаласа. Аңызға бергісіз әңгіме кейіпкерлер болған халифа, әулие, кәлфе, Ишан болып өмірден өткен кісілер жайлы ел аузынан жеткен деректер осы болды. Мырзашөл төсінде жатқан аты ұлық болған бұл кісілер жайлы ақиқат тек бір Аллаға аян екені, ел аузында жүрген аңыздардың әр қилылығы бағдарламамыздың негізі болғандығын айтқымыз келді.